Кувейттегі жаз ауасы өте ыстық, әрі тұншықтырғыш. Көшеде ең аз қимылдың өзі адам төзгісіз жағдайға айналады. Ыстықтан құтылудың жалғыз жолы пәтерде кондиционердің астында. Көлікте кондиционермен отырып жұмысқа, сондай-ақ кондиционер орнатылған сауда орталығына бару. Бұл жағдай қоршаған ортаға өте зиян. Бірақ сырттағы тозақтан аман қалудың жалғыз амалы осы. Таңғы сағат 9-да Кувейтте температура 45 градусқа жетіп, ары қарай өседі. Ал соңғы жылдары Кувейттің климаты айтарлықтай өзгерді. Жазғы айларда температура көбінесе 50 градусқа дейін жетеді. Тіпті 2016 жылдың 21 шілдесінде температура 54 градус Цельсийге жетіп, рекорд орнатқан. Қаланың және оның маңындағы 4 миллион тұрғын жыл сайынғы шыдамсыз аптап ыстық пен құмды борандарға төзіп келеді. Өткен жазда Кувейтте ауа райы соншалықты ыстық болғандықтан құстар аспаннан құлап өлген. Шаяндар шығанақта қайнап өліп қалды. Ал теңіз ұлуларының қабыршақтары ашылып пісірілгендей көрінді.